Қалалық маслихаттың кезектен тыс 44-ші сессия жұмысында Степногорск өңіріне қарасты кенттердің бюджеті нақтыланды. Бұл ретте экономика және қаржы бөлімінің басшысы Шолпан Төлегенова баяндама жасады. Ақсу, Заводской, Бестөбе және Шаңтөбе кенттерінің кірістер жағы 157 миллион теңге шамасында. Шығындар 168 миллион теңге көлемінде анықталып отырса керек. Бұған себеп жыл басында қалыптасқан бос қалдықтарды бөлу және жүргізілген түзетулерге сәйкес ағымдағы нысаналы трансферттерді жіберу болса керек. Ақсу әкімі аппараты бойынша 12-ші бағдарлама, яғни автомобиль жолдарымен қамтамасыз ету мақсатында 5 миллион теңге ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен жіберілді. Бестөбе кентінде 13-ші бағдарлама шеңберінде облыстық трансферттерден 20 миллионға жоқ қаражаттар Айгужина көшесіндегі ағымдағы жөндеулерге және жаяу жүргіншілер тақталарын орнатуға 0,1 мың теңге жіберу көзделуде, деді баяндамашы. Ақпарат жалғасында Шолпан Төлегенова тұрғын үй шаруашылық бағытында және мемлекеттік мекемелерде орнатылу жоспарланған парус бағдарламасын енгізуге негізделген қаржылар көлемі бойынша ақпарат ұсынды. Мұны маслихат депутаттары бірауыздан мақұлдады. Айта кетерлік жайт, 44-ші сессия жұмысы маслихат депутаты Дархан Балпановтың төрағалығымен ұйымдастырылды. Сессия жұмысына арнайы қатысқан шаһар әкімі Еркебұлан Баяхметов бюджет аясында қолға алынған шаралар жоспарға сай орындалатынын айта келе, Заводской кентіндегі жөндеу жұмыстары келесі жылға жоспарланған атап көрсетті. Заводской бойынша мүмкіндігінше бірнеше жерді жөндеуді жоспарлағанбыз. Десек те әзірге бұл мүмкін болмай отыр. Менің ойымша келесі жылы көбірек қаржыландыру жүзеге асырылып, кентішілік жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Бюджеттің аясындағы сауалдарды жыл соңына дейін аяқтауға тырысамыз, деді шаһар басшысы. Сессия жалғасында Степногорск қаласы әкімдігі жанындағы кәмелетке толмағандар ісі бойынша комиссия құрамына өзгерістер енгізілді. Сонымен бірге халық қалаулылары қоғамдық кеңестің жаңа құрамында бекітті.